Сәлем қыздар, бүгін біздер карамельді пирог әзірлейтін боламыз. Бұл өте дәмі ерекше, жасалуы оңай, сондықтан да жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қант, жұмыртқа, бөлме температурасында сары май, қамыр қосқыш және де ұн қажет. Жұмыртқамызды осы қантымыздың үстіне жарып салатын боламыз, 2 жұмыртқамызды. Енді осы жұмыртқа мен қантымызды миксерлейміз. Қантымыз еріп, массамыз көтерілуі қажет. Кейін бөлме температурасындағы сары майды осылай езіп, біздің массамызға сұйық салып жібереміз. Және де тағы да бір рет миксерлеп аламыз. Енді осы массамыздың үстіне ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Және де қамыр қосқыш салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Және де содан соң екінші бөлігін салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз қолымызбен. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Міне қамырымызды алдық холодильниктен, астына ұн сеуіп, шамалы оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Содан соң формамызды майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, осы қамырымызды орналастыратын боламыз. Енді формамызды былай алып қоямыз да, кремін жасауға кірісеміз. Бізде 20% қаймақ және де вареная сгущенка керек. Осылай екеуін салып аламыз ыдысымызға. Кейін үстіне 3 жұмыртқамызды салып, біздің массамыз барлығы бір-бірімен араласқанша толық миксерлеп аламыз. Кейін дайын болған массамызды осы қамырдың ішіне құямыз. Және де 180 градуста пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін бөлме температурасында суытып аламыз. Формадан сразу шешпеңіздер. Бөлме температурасында суыған пирогымызды алып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып алыңыздар. Мен пирогды тоңазытқыштан алғаннан кейін барып қана формадан босаттым. Біздің пирогымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қажетті заттардың барлығы қолжетімді, жасап көріңіздер. Ас болсын, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.